Цифрландыру дегеніміз ол мынау заманауи технологияларды пайдалана отырып, күнделікті адам өмірін жақсартуға, жеңілдетуге бағытталған жұмыс. Экономикалық салада болсын, күнделікті өмірде болсын, сол жерлерде тиімділікті арттыру және де күнделікті өмірдегі процестерді жеңілдету. Жетістіктер айту қиын, өйткені өзін-өзі сынау деген қиын ғой, бірақ нақты көзге көрінетін нәрселерді айтсақ, олар біріншісі мемлекеттік қызметтердің проактивті форматқа көшуі. Келесі этапы, келесі даму деңгейі қандай? Сондар бойынша. Ол электрондық үкімет емес, проактивті үкімет. Сол проактивті сервистер, мысалы, бала туса, жанұяда сол роддомнан шықпай-ақ анасына СМС келеді. Мемлекеттен құттықтау біріншісі, екіншісі, сіз баланың есімі бойынша шешім қабылдасаңыз, сол СМС арқылы сіз қайтадан мемлекетке сол баланың есімін беріп, СМС арқылы жібересіз, туу туралы куәлік сіздің егов мобайл қосымшасына жүктеліп қояды. Ол біріншісі. Екіншісі, жәрдемақы деп жатырмыз. Жәрдемақыны ешқайда бармай-ақ банктың шотына аудару. Банктың қосымшалары сіздің смартфоныңызға сізде СМС келеді, жәрдемақы тағайындалды деген. Осы адамдардан, жанұялардан ешқандай ақпарат сұрамай-ақ, ешқандай анықтамалар сұрамай-ақ, оларға сервис, оларға қызмет көрсету, ол проактивті қызметтер деп аталады. Бізге бүгінгі таңда 20-дан астам қызметтер түрі проактивті түрде көрсетілуде, соны ары қарай жетілдіреміз. Хауысты автоматтандырсаңыз, автоматтандырылған хауыс аласыз. Біздің орталық мемлекеттік органдардың процестерін жүйелі реинженеринг жүргізу үшін мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған. Басты приоритет ол азаматтар үшін процестерді оңтайлы, жедел және проактивті етіп қалыптастыру. Орталықта 26 аналитик жұмыс істейді. Жетекші бизнес-аналитиктер болашақ бағдарламасының түлектері, шетелде ақш, Сингапур, Ұлыбритания бітіріп келгендер, сондай-ақ IT және Назарбаев университетінің жас түлектері де жұмыс істейді. Көбінесе осы жас буынның ұсыныстары мен әлемге деген ерекше көзқарастары жұмыста өте пайдалы. Осы шағын ұжымның күшімен денсаулық сақтау, ауыл шаруашылық, құрылыс, қаржы салаларында 300-ден астам бизнес-процесс қарастырылып, реинженеринг жүргізілді. На сегодняшний день Центром поддержки цифрового правительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также совместно с Министерством здравоохранения пересмотрены бизнес-процессы по установлению инвалидности. На сегодняшний день очень большое количество людей, а их порядка 200 тысяч в год, подают заявки на освидетельствование инвалидности. Из них около 50% заявок на переосвидетельствование. Медицинские организации, заполнив все необходимые заявки, направляют человека на медико-социальную экспертизу, где опять сидят те же врачи, опять запрашивают те же самые анализы, лабораторные диагностические исследования. И граждане вынуждены по несколько раз проходить все круги ада для того, чтобы получить соответствующую инвалидность. Все это в совокупности привело к тому, что Центром поддержки цифрового правительства выработаны решения по проактивному оказанию данной услуги, то есть без участия самого пациента. Но это, конечно, не отменяет того факта, что человек первично будет в любом случае проходить все медицинские обследования, сдавать все анализы. Но преимущество решения в том, что все данные показания медицинские будут храниться в электронных системах Министерства здравоохранения. Данные пациенты сейчас не направляются очно на освидетельствование, им достаточно пройти обследование в своей поликлинике, консультацию необходимых узких специалистов, и участковый врач или узкий специалист оформляет соответствующую форму в информационной системе. Пациент, то есть, никуда не ходит.
От пациента только требуется одно, чтобы его сотовый номер был зарегистрирован в базе мобильных граждан. Пациенту приходит уведомление об отправке формы, и при уже готовности документов, которые рассматриваются 3 рабочих дня экспертами по всему Казахстану, тоже сообщение приходит к пациенту о готовности об оказании государственной услуги. Біріншісін айта кетсек, ол мынау жалпы IT саланың дамуы. Бүгінгі таңда көріп жатсыздар, мынау енді президентіміз айтып кетті, IT саланы дамыту үшін IT мамандар қажет. 2025 жылға дейін 100 000 біліктілігі жоғары IT маман даярлау бізге тапсырған болатын. Астана хабтың аясында Тек Орда деген жобаны ұйымдастырдық. Тек Орда деген жоба ол нақты IT маман болам деушілерге жоғарғы білім алмай-ақ, мысалы сіз басқа жерде математиканың бітіріп, математиканың мысалы ұстазысыз, бірақ IT маман болғыңыз келеді. Сол бізге жүгініп IT ваучер аласыз. IT ваучер дегеніміз ол Тек Орданың ваучері, ол кез келген жекеменшік IT мектепке барып, сол жерден 1 жылдың ішінде IT маман болып шығу. Жекеменшік IT мектептерге қаражат керек. Сол IT ваучер, сол біз Астана хабты арқылы сол жекеменшік IT мектептерге 600 000 теңге қаражат бөлеміз, ол сіздерді даярлап шығады. IT маман даярлап шығады. Сондықтан 20 000 сондай ваучер, грант сияқты ғой, сол бөлініп жатыр. Бүгінгі таңда 3 000 бөлінді, келесі жылы 5 000, сол 25 жылға дейін 20 000 IT маман, біліктілігі жоғары IT маман даярлап шығамыз. Ол біріншісі. Екіншісі, IT саланы дамыту үшін IT хабтар қажет. Астана хаб сияқты тек қана Алматы мен Астананың төрінде болмай, барлық облыстық орталықтарда, барлық қалалардың ішінде қамту керек. Өйткені IT хаб деген ол экожүйенің тұтастай алғанда ең маңызды элементі деуге болады. Өйткені IT хабтың ішінде жаңа идеялар пайда болады, жаңа компаниялар қалыптасады, бір-бірімен алмасады, сол жерде өздерінің идеяларын презентациясын жасайды. Бүгінгі таңда Астана хаб бар, Алматыда неше түрлі хаб бар, кеңінен дамуда, жергілікті орталықтарда да, бірақ сол элементтерді де біз дамытуды көздеп жатырмыз. Біз тірек конструкцияларына байланысты емес, пәтерді қайта құру бойынша бизнес процестерін талдадық. Қазіргі уақытта қайта құруды заңдастыру үшін пайдалануға қабылдау актісін тіркеу және жаңа техпаспорт пәтерге дайындау қажет. Ал жаңа техпаспорт алу үшін азаматтарға арналған үкіметінен өлшеу жүргізетін және техпаспорт дайындайтын техникалық өлшеушілерді шақырту қажет. Нәтижесінде жобалаушыны жалдауына және құрылыс монтаж жұмыстарына өткізгеніне кеткен уақыт санамағанда бұл бизнес процессқа кем дегенде 6 күн немесе одан да көп уақыт кетеді. Адам кем дегенде 2 рет мемлекетке жүгінеді. Сондықтан біз бұл тәсілді өзгертуді және өлшеу жүргізу функциясын бәсекелес ортаға беруді ұсынамыз. Осылайша, егер жобалаушының өлшеу жүргізуіне лицензиясы немесе рұқсаты болса, пәтер иесі өзі мемлекетке жүгінбей-ақ өзі бұл құжатты ала алады. Яғни жобалаушы пәтердің өлшемдерін өзі жасаса, пайдалануға қабылдайтын акт бойынша жүйеге мәліметтерді толтырса, сонда жүйеде 1 күн бойынша керек құжаттар дайындалу мүмкін болады. Цифрлық трансформация орталығынан ауыл шаруашылығы жер қатынастары салаларындағы жобалардың жетекшісі боламын. Цифрлық трансформация орталығының жобаларының ерекшелігі біз жобаларды өмірлік жағдай шеңберінде қарастырамыз. Мысалға, өмірлік жағдай дегеніміз не? Мысалға, сіз фермер болсаңыз, сізге ауыл шаруашылығындағы мақсатындағы жер алу керек болса, сол процесста, сол процедурада қандай қадамдарды өтесіз, не аласыз, қалай аласыз, қай органдарға барып, қандай қағаздар аласыз, соның бәрін қарастырып,
алдарымыздың ең алғашқысы өмірлік жағдай, ол жартылай іске асырылды. Ол жаңағы жеке тұрғын үй құрылысына арналған жер учаскелері. Халықта оны 10 сотық деп білеміз. Мысалға, ағымдағы күйге қарайтын болсақ, азаматтар жаңағы кезекке тұру керек ең бірінші. Ол кезек қанша уақыт болатынын белгісіз. 1 жыл бола ма, 10 жыл бола ма, 20 жыл бола ма, ол белгісіз. Жер жаңағы кезек келгеннен кейін, жаңағы кезекте тұрған адамның өмірі мысалға қиындайды, шынымен де. Ол әрбір органға барып, бір жерден бір қағаз алып, екінші жерге апарады. Сонымен азамат курьер рөлін атқарады. Мысалы, бір жерден қағазды алады да, екінші жерге апарады. А негізінде ол ақпаратты, ол деректі жаңағы атқарушы органның өзі жасайды, жаңа кейін басқа біреуге бергізеді. Сондықтан осындай жағдайлар көп, бүкіл процесс 88 күн алады. Бұл жерде біз жаңағы күткен уақытын санамаймыз, өйткені ол күту уақыты қайтадан ол жаңағы әкімшілікке өзіне байланысты. Бұрынғы таңда сіз WhatsApp-пен фотографиясын жасап, WhatsApp-пен жіберетін болсаңыз, қазіргі таңда егов мобайл қосымшасында банктік платформалардың ішінде цифрлық құжаттардың барлығы сол жерде жинақ қойдық. Сол цифрлық құжаттардың қағаз түріндегі оригиналдарына, ресми оригиналдарына теңдестіру біз мына жылы осы бұйрықтың аясында, Қасым-Жомарт Кемеловичтің дебюрократизация деген жарлығының аясында осыны жасап шықтық. Және де осы деректер базаларды тазалаумен айналысып жатырмыз. Ол мысалы енді бір адамда шығады, 5 баласы бар, бірақ 3 баласы шығады, егов мобайлда 2 баласы шықпай қалады. Ол дегеніміз не үшін? Ол дегеніміз мысалы 90-шы жылы туған, мысалы 2000-ның басында туған балалар, оларды енгізу үшін корректировка жасау керек, базаларды тазалау керек. Сол тазалау жұмысы және де сол актуализация дейміз ғой, сол жұмыстарды жасаумен қазір айналысып жатырмыз. Егер адам бүгін өзінің егов мобайл қосымшасында, әлде Каспийде, бір жерде Халық банкта болсын, басқа да банктердің платформасы болсын, өзінің туу туралы куәліктерінің ішінде бір баласының туу туралы куәлігі болмаса, сол өтініш арқылы, сол біздің егов мобайлдың ішінде бізге өтініш жіберу керек. Менде осында 5 балам бар, негізі бір балам көрінбей тұр. Сонда біз ЗАГСтардың ағаш бөлімдерінде сол ақпаратты тексеріп, сол ақпараттың барлығын базаларға енгізіп қоямыз. Тағы да айтып кететін болсақ, ол мемлекет аралық, ведомство аралық қарым-қатынасты жеңілдету. Біз қазір мысалы неше түрлі, біз қарағанда 5000-ға жуық отчет болатын, қазір солардың барлығын реттеп, 2000-ын тек қана цифрлы түрде қалдырып жатырмыз. Өйткені мысалы мен цифрлы министрліктің, денсаулық министрлігінен бір ақпарат керек болса, бұрында қағаз түрінде хат жазып, олардан сұрастырып, олар бір жұманың ішінде маған даярлап, сондай ақпарат алмасумен айналысатын болатынбыз. Ал бүгінгі таңда деректер базалары тазаланып, сол деректер базаларына қолжетімділікті ұйымдастырып жатырмыз. Сондықтан басқа мемлекеттік орган менің жұмысым туралы бір нәрсе білем десе, ол жаңағы базаның ішіне кіріп, сол ақпаратты ала алатындай қылып жатырмыз. Шара енді бұл центр министрліктен алған тапсырмасы бойынша мемлекеттік қызметкерлерді бизнес процесті ынтайландыру, реинжинирингін жасау жұмыстарын үйрету болып табылады. 3 күндік курс, осы 3 күн барысында мемлекеттік қызметкерлерге осы өздерінде жүріп жатқан бизнес процестерді біріншіден текст күйінде емес, диаграмма түрінде ұсынуды үйретіп жатырмыз да. Өйткені диаграмма түрінде көрсететін болған кезде, бұл диаграмма BPMN тілі, бұл халықаралық тіл. Сондықтан оны кез келген маман, кез келген бизнес процесті аналитигі соны бір қалыпты түсінетіндей болады. Сол іс-шара бойынша осы мемлекеттік қызметкерлерді сол BPMN түрінде өздерінің бизнес процестерін даярлауды үйретіп жатырмыз. Көбісі сол өте көп қағаз жүзінде жасалатын документтерге қол қою. Мысалы, өздеріңіз білесіздер, электрондық хаттар деген шығып жатыр, ЭЦП-мен қол қоятын. Кейбір мекемелерде сонымен қатар
электрондық тұрғыда бар болса да қатар сонымен қағаз жүзінде жүреді. Қағаз жүзінде толтырылады. Кейбір басшылар электрондық емес, маған қағаз жүзінде алып кел дейді. Сондықтан тек қағаз жүзінде параллельні сол электронмен жүріп жатады. Сондай бір шағымдар болады. На сторону ЦБДИ поступают обезличенные данные, и данные будут автоматически, рандомно направляются 3 экспертам независимым. Эти 3 эксперта рассматривают уже без участия пациента, то есть пациент все, на этом пути уже отпадает, его уже нету, все. То есть ему не надо будет 10 раз ходить, там, да, туда, сдавать анализы, все. Анализы данных медицински сформированы, и на основе данных, которые предоставляет врач, эксперт Министерства труда, который, допустим, там, не знаю, там, с Акмолинской области подали заявку может рассматривать один эксперт с Туркестана, другой с Шымкента, другой там с Уральска, например. Они рассматривают в установленные сроки, и если, например, 2 из 3 говорят, что у человека есть инвалидность, допустим, 1, 2, 3 группы, то человеку уже автоматически устанавливается инвалидность. Бұл шара жүзінде бір 160-қа жуық мемлекеттік қызметкерлерді үйретеміз. Келесі жылы бұл шара жалғасатын болады. Өйткені неғұрлым көп мемлекеттік қызметкерлер осыны үйренетін болса, онда осы цифрландыру жұмысы соғұрлым тезірек өтетін болады. Жылдың сол рейтингісі бойынша біз 28-ші орындамыз. Қазақстан жалпы дүние жүзінің ішінде 193 мемлекеттің ішінде біз сол 28-ші орынды иелендік. Бірақ мынау 28-ші орынды иелену ол мынау 3 бағыттан тұрады. Оның ішінде біреуі мемлекеттік қызметтер. Мемлекеттік қызметтер жөнінде біз 8-ші орындамыз. Мен өз елімнің патриотымын. Сондай-ақ өз мамандығымның патриотымын деп айтсам да артық кетпес. Жасап жатқан жұмыстарым өзіме ұнайды. Ең басты мотивация ол цифрлық мемлекет құруда өз үлесімізді қосу. Әр азамат цифрлық мемлекетте тұрып жатқанын сезінгенге қол жеткізу. Біз өзіміз де осы қызметтерді аламыз, осындай өмірлік жағдайлардан өтеміз. Жаңағы барлық процестегі барлық қиыншылықтарды көреміз. Және бұл жердегі үлкен мотивациялардың бірі ол қиыншылықтарды бір шешу механизмдерін ұсына білу, қарастыру, оңтайландыру, сол да үлкен мотивация. Ертең мысалға халыққа өмірін оңтайландыру, мысалға ең басты проблема көп айтпасақ та, мысалға қызмет алу уақытын қысқарту, мысалға жаңа көрсеттік қой мысалдағыдай. Көп керек емес құнсыз документтер сұралынады. Соның бәрін даже бір документті мысалға жоя білсек, қысқарта білсек, ол біз үшін үлкен табыс деп есептеймін. Сондықтан сол халыққа бір пайда алып келу, халыққа пайдалы болу, сол үлкен мотивация біз үшін. Цифровизация, конечно, мы все видим, что он только с положительной стороны влияет на здравоохранение. Так что я скажу, что расширение именно в плане, скажем, направления пациентов на медико-социальную экспертизу, он даст только положительный свой эффект. Удобство получения каких-то услуг в части здравоохранения, да, или социальной сферы, это в любом случае очень прямо влияет непосредственно на социальное самочувствие населения. Доступность этих услуг делает, социальное самочувствие населения повышает в разы, по сути. И меня мотивирует то, что когда ты видишь плоды своих работ, то, что людям это нравится, людям это доступно, эта услуга не доставляет трудностей для людей, то это и есть, в принципе, основная мотивация в работе, когда ты видишь, что твоя работа приносит пользу всему обществу. Біздің күтуіміз бойынша біз мысалы осы жұмысты 2 жылдан бері өзіміз атқарып келе жатырмыз. Цифрлық үкіметтік қолдау орталығы болып, көрген шығарсыз, бір 30-40 шақты адамбыз. Сол 2 жылдың аясында 200-ден астам бизнес процесті ынтайландырдық, реинжинирингін өткіздік. Бірақ өте көп бизнес процесстер мемлекеттегі. Егер тек қана өздеріміз істейтін болсақ, онда оған бірталай жыл уақыт кетіп қалады. Сондықтан бұл
курстың аясында өзіміздің единомышленники деп айтады ғой, сондай адамдарды қалыптастырсақ деп ойлаймыз. Менің ойымша IT маман деген тек қана бүгінгі таңда тек қана IT маман болмау керек. Ол мынау IT маман бола тұра басқа бір саланың, мысалы денсаулық саласы болсын, сақтау саласы болсын, мынау ауыл шаруашылығы саласы, басқа да салаларға ұмтылу керек. Өйткені олар IT мамандардың, олар IT өз саласында біліктілігі жоғары болуы мүмкін, бірақ олар басқа бір салаға енбей, басқа саланы бір көрмей, оған кіріп жұмыс істемесе, олардың идеялары шамалы болады. Сондықтан сол жерге кіріп, сол салалардың ішінде трансформация жүргізуге бізге жеңіл болу үшін біз IT мамандарды сол IT мамандық қана емес, сол басқа да бағыттарда жетілдіру керекпіз.